Белгілі қазақ ақыны Батыр Қожаберген жырау солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданында жерленген. Қожаберген жырау мұндағы Гүлтөбе деген жерде, қазіргі Богдановка елді мекенінде дүниеге келген. Қожабергенді жастайынан оның ағасы әйгілі Жалаңтөс батыр өз тәрбиесін алады. Бұқар, Самарқан мен Үргеншідегі діни медреселерде тәлім алған Қожаберген араб, парсы тілдерін меңгеріп, ислам діні мен шығыс әдебиетіндегі білімін толықтырады. 13 жасынан ақындыққа ден қойған ол 17-ге жеткенде аңыз жазып, Ататек дастанын дүниеге әкеледі. Шығыс тілдерін еркін меңгерген Қожаберген бұл артықшылықтарында тиімді пайдалана білді. Сол кезде билік басында болған Тәукенің сеніміне кірген жандар бозбаланың дарынын байқап, оған дипломатиялық жұмысты тапсырады. Сөйтіп Қожаберген 5 жыл бойы Тәукенің елшісі қызметін атқарады. Сыртқы жаумен күресте Қожаберген өзін білікті қолбасшы ретінде көрсете алды. Сондықтан 1688 жылдың маусымында Түркістан қаласының түбінде Тәуке ханның бас болуымен қазақ руларының басшылары Қожабергенді ханның бар қолының бас қолбасшысы ретінде сайлайды. Қожабергеннің ерлігі дастандар мен өлеңдерге негіз болды. Қожаберген еңбектерінің арасында оның Тәуке ханның 7 жарғысындағы заңдар жинағын баяндауға атсалысқанын ерекше атап өтуге болады. Бұл заңдар жинағын дайындауға атақты қазақ билері Төле би, Қазбек би мен Әйтеке би және басқаларының қатысқаны белгілі. Ал Қожаберген жырау 7 жарғы дастанында қазақ халқының қоғамдық әлеуметтік жағдайын суреттеп жазған.